Ермұхан Кәрменовтің тағы басқа азаматтардың шын мәнінде нағыз ұлтым, елім, жерім, қазағым деп жүрген азаматтарды кешегі қаңтар күні оқиғасынан кейін әдейі қолдан жасаған Назарбаев бастаған кешегі Самат Әбішев бар, Кәрім Мәсімов бар, содан кейінгі мына Алматы қалалық полиция Таймерденов, солардың барлығы Ерлан Тұрғынбаев, оларды соттау керек. Заң бойынша. Ал олардың барлығын бүгін кінәнің барлығын соларға аударып, соларды соттамақшы. Бұл өте әділетсіздік. Сондықтан елім, жерім, халқым, қазағым деп шыр-пыр болып жүрген азаматтарды түрмеге қамап, соларды аударып жаппақшы. Бұны істетіп отырған кешегі Назарбаевтың клан құйыршықтары. Біз бұған өлшепті жол бермейміз. Міне бүгін Думан Мұхаммед Кәрім бауырымызда шыққалы жатыр екен. Ал енді шын мәнінде мына қорғаушылар, азаматтар, енді судьялардың да ішінде болашақтан елдің ертеңінен үміті бар азаматтар ғой. Олар да жазықсыздарды соттауға қолдары бармайды, имандары бармайды деп ойлаймыз. Қанша жерден жоғарыдан бұларға тапсырма беріліп отыр. Қалай да осыларды кінәлі қылып соттауды? Жоқ, олар да бармайды деп ойлаймыз. Өйткені бүгін әділетсіз сотты жасап жазықсыз соттағаны, ол адам өзінің болашағын өзін соттағаны. Тарихтың алдында күнәһар болып қалады бұлар. Кешегі 37-те қандай азаматтарымызды, көсемдерімізді, алаш қайраткерлерінің барлығын сотталғандардың барлығы қарабет болды тарихтың алдында. Сондықтан бүгінгі судьялар да, мына прокурор да жаңағы қаралаушы органның қызметкері бұған бармайды деп ойлаймыз. Сондықтан мына қорғаушы азаматтарға риза болып отырмыз, адвокаттарына. Өте сауатты, кәсіпқой, өздерінің мамандығының шеберлігі және жан дүниесімен қорғалып отқаны білінеді. Сондықтан бүгін Айгерім Тілеужанға, Қалас Нұрпейіске, Ермұхан Кәрменовке, жаңа басқа азаматтардың барлығына бостандық тілейміз. Жақсылық болсын, мына келіп отқан барлығыңыздың тілегіңізді Алла қабыл етсін айналайындар. Амин. Амин. Бостандық. 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 Жазықсыз адамдарға бостандық берілсін. Қазағым деген. Бүкіл қаймақтар қамауда. Рахмет. Айналған қазақ халқым, бейғам қалмаңыздар. Ұлтшылдарын қорғамаған, сыйламаған халық құрдымға кетеді дейді. Соны қаперлеріңізге салам. 1000 километр жерден кеп тұрмын мен мына жерге. Алматы шаһарына. Ерігіп жүрген жоқпын. Сендер де солар сондай болыңдар. Келіңіздер. Осы Алматыда 2 миллион халық бар, неге келмейді мына жерге? Бүкіл автобусты оятып келе жатырмын жаңа. Мәңгіріп жүрген қазақтарды. Батырларын сыйламаған халық құрдымға кетеді. Айналайындар, ояныңдар. Мына жерді қоршауымда келіңдер. Алға, тек қана алға. Алға Қазақстан. Бірлікте жеңеміз. Ауызбіршілік, тек қана ауызбіршілік.